Сәлеметсіздер ме, құрметті кітап сүйер қауым. Мен Иманбаева Аида Бақытқызы, Қапшағай қалалық кітапханасының оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісі. Үздік кітап көрмесі 2022 облыстық библиографиялық видеошолу байқауына ұлы даланың ұлы тұлғалары тақырыбындағы кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Кітап көрмесі 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім қазақ әдебиетінің алыптары деп аталады. Бұл бөлімде қазақтың ірі тұлғалары Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы, Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығы, Ғабит Мүсіреповтің 120 жылдығы, Ғабиден Мұстафиннің 120 жылдығы және Шерхан Мұртазаның 90 жылдығына орай ұйымдастырылған кітап көрмесімен таныс боласыздар. Ахмет Байтұрсынов. Ол ақын, жазушы, публицист, төл әліппенің тұңғыш авторы, әдебиеттанушы, тілші, ғалым. Биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдық мерейтойы халықаралық деңгейде ЮНЕСКО аясында аталып өтіледі. 2022 жылы «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясына Ахмет Байтұрсыновтың шығармалары таңдалды. Шығармалары 4 бағытта оқу ұсынылады. Біріншісі ғылыми мұрасы, екіншісі әдеби шығармалары, үшіншісі қанатты сөздері және қазіргі заманғы Ахметтану ғылымы. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Ақкөл ауылында дүниеге келген. 1913-1918 жылдары Әлихан Бөкейханов пен Міржақып Дулатовпен бірге алғашқы жалпыұлттық қазақ газетін басып шығарған. Алаш партиясының негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынов 5 арыс деп аталатын зиялы топтың да рухани басшысы болған. Қазақ оқушылары Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиімен сауатын ашып, ана тілін тіл құралы арқылы оқып үйренген. Ахмет Байтұрсыновтың қаламынан туындаған шығармаларға келер болсақ, біздің көрмеміздегі ең көне кітабы деп айтатын болсақ, әліпби кітабы. Бұл кітап 1928 жылғы араб алфавитінен құралған оқу құралының түпнұсқасы. Бұл кітап 1998 жылы өңделіп Алматы қаласындағы Рауан баспасынан шыққан, 120 беттен тұрады. Және 1998 жылы шыққан Ахмет Байтұрсыновтың шығармалары. 1991 жылы Ақ жол, 1993 жылы Жоқтау, 94 жылы Жан сезімді күн түсінер сияқты шығармалары шықты. 2013 жылы Ахмет Байтұрсыновтың 6 томдық шығармалар жинағы шықты. Бұл жинақтың бірінші томында орыс классигі Крыловтың мысалдарынан аударып 40 мысал енгізілсе, екінші томына Маса сияқты шығармалары енгізілген. Және 2017 жылға Ахмет Байтұрсыновтың тіл танымдық мұрасы. Бұл кітапта тіл құралы және ең көлемді зерттеуі әдебиет танытқыш енгізілген. Сонымен қатар кітап сөресінде Ахмет Байтұрсыновтың шығармаларын зерттеген әдебиеттанушылардың еңбектері орын алып тұр. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Ұлы Абайдың туған жерінде дүниеге келген. Атасы Әуез немересіне арабша хатты өзі танытқан. Атасының үйретуімен 6 жасынан бастап Абайдың өлеңдерін жаттап, ұлы ақынға өзі айтып берген. Мұхтар Әуезовтың ең алғашқы еңбегі Еңлік кебек пьесасына биыл 105 жыл толып отыр. Сонымен қатар Мұхтар Әуезов 20-дан астам пьесалардың авторы болып табылады. Сонымен қатар Мұхтар Әуезов көркем прозада әңгімелер мен повестер жазған. Соның бірі Қараш-Қараш оқиғасына биыл 95 жыл толып отыр. Мұхтар Әуезовті әлемге Абай жолы романы танытты десек болады. Биыл романға 80 жыл толып отыр. Эпопеядағы дана кейіпкер Абайдың жүріп өткен жолы сияқты Мұхтар Әуезов те сатылай көтеріліп, мәдени тұлғаға айналды. Абай жолы романының ең бірінші кітабы 1942 жылы басылып шықса, екінші кітабы 1947 жылы шықты. Бұл екі кітапқа 1957 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. Ал 4 кітаппен аяқталған эпопеяға Ленин сыйлығы ие болды. Абай жолы романы дүниежүзілік 116 тілге аударылып, 20 ғасырдың ең үздік шығармасы деген
баға берілді. Көрмеде 1979 жылы шыққан Тихая Година, 1989 жылы Красавица в трауре, 1991 жылы әдебиет тарихы, 1997 жылы шыққан Абай жолы романы орыс және қазақ тілінде, 2006 жылы шыққан Көксерек, 2014 жылы 50 томдық толық шығармалар жинағы, 2016 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай шыққан Қилы заман шығармасы. Сонымен қатар Мұхтар Әуезовтің шығармашылығын зерттеген әдебиеттанушы ғалымдардың еңбектері кітап сөресінен орын алды. Қазақ халқының әйгілі жазушысы, белгілі қоғам қайраткері, социалистік еңбек ері Ғабит Мүсіреповтің негізгі шығармаларының тақырыптары ана туралы. Әңгімелердегі аналардың әрқайсысы да ерлік жасауға даяр тұратын ер аналар. Бұлардың бәрі де нәзік жандылар болғанымен рухы күшті, күрескер әйелдер. Қазақ әдебиетінің классик жазушысы, көркем сөзінің хас шебері Ғабиден Мұстафин 1952 жылы жазылған Қарағанды романы арқылы танимыз. Бұл романда автор өзінің бастан кешкен оқиғаларын баяндайды. Әйгілі қаламгер Шерхан Мұртазаны, Тұрар Рысқұловты тірілтіп, ұлттың рухын көтерген Қызыл жебе романы арқылы танимыз. Қазақ халқы үшін осыншама қыруар еңбек еткен ұлы тұлға есімдері артта қалған ұрпақтарына мәңгі өшпес мұра. Екінші бөлім сахна өнерінің саңлақтары деп аталады. Бұл бөлімде Шара Жиенқұлованың 110 жылдығы, Роза Бақланованың 100 жылдығы және Асанәлі Әшімовтің 85 жасқа толуына орай ұйымдастырылған кітап көрмесімен таныс боласыздар. Бұл көрмеде ерекше тоқтала кеткім келіп тұрғаны Роза Тәжібайқызы Бағланова. Роза Бағланова КСРО халық артисі, эстрада және опера әншісі, қазақ халық әндері мен әлем халық әндерінің орындаушысы. Роза Тәжібайқызы Бағланова 1922 жылы 1 қаңтарда Қызылорда облысы Қазалы қаласында дүниеге келген. Роза Бағланованың биыл 100 жылдық мерейтойы халықаралық деңгейде ЮНЕСКО аясында аталып өтіледі. 1996 жылы халық қаһарманы атағына ие болған Қазақстандағы жалғыз әнші. Роза Бағланова әлемнің 54 елінің сахнасында әр ұлттың әндерін өз нақышына келтіріп орындаған әнші. Кітап сөресінде әншінің өмірінен тың деректер, сахна төріндегі жарқыраған жұлдызды сәттері жайында енгізілген әдебиеттер қойылған. Атап айтар болсақ, Жайдарман кітабы 1993 жылы жарық көрген. 2016 жылы жарық көрген Қазақ халқының тарихи тұлғалары кітабы және 2021 жылы жарық көрген Қазақ халқының тарихи тұлғалары кітабы қойылған. Шара Баймолдақызы Жиенқұлова, биші, педагог, Қазақстанның халық артисінің еңбектері мен шығармалары қойылған. Сонымен қатар қазақстандық кино және театр актері, режиссер, театр педагогы, профессор, Қазақстанның еңбек ері атағын алған Асанәлі Әшімовтың еңбектері кітап сөресінен орын алып тұр. Аты аңызға айналған өнер адамдарының құнды мұрасын тарих беттерінен жоғалтпай, көзіміздің қарашығындай сақтап, болашақ ұрпаққа насихаттау баршамыздың міндетіміз. Үшінші бөлім тарихи тұлғалар деп аталады. Мың өліп, мың тірілген қазақ елінің тарихы ерлікпен, батырлықпен, қаһармандықпен жазылғаны даусыз. Өсер ел тарихын таспен жазады, өшер ел тарихын жаспен жазады, дейді дана халқымыз. Осынау кең байтақ қазақ жерін найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап қалып, бізге мұра етіп қалдырған батыр ата-бабаларымыз екені даусыз. Олардың арқасында есімдері алты алашқа бүкіл қазақ еліне белгілі айбарлы хандарымыз, дана билеріміз бен ел қорғаны болған батырларымыздың ерлігі мен өнегелі істерін жұртшылыққа жеткізу, оларға тарих төрінен орын беру қазіргі ұрпақ парызы. Тарих парағынан сыр шертетін шежіреге толы деректерді қамтыған әдебиеттер кітап сөресінен орын алды. Туады ерлер ел үшін, өлмейді ісі мәңгілік, өшпейді абзал есімдер ұрпаққа жетіп мәңгілік, деп ақын ағамыз Жұбан Молдағалиев жырлағандай 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысында елін, жерін жаудан қорғап, қасиетті Дархан даланы азат етуді міндет еткен батыр ағаларымыз бен апаларымыздың есімдері, ерліктері жас ұрпақ санасына мәңгілік сақталатынына сенемін.
Туғандарына бір ғасыр толған даңқты батыр аталарымыз бен апаларымыздың майдандағы өшпес ерліктері туралы жазылған әдебиеттер кітап сөресінен орын алды. Осы бөлімде 1970 жылы Қапшағай қаласының алғашқы іргетасын қалаған қазақтың бір туар азаматы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа тоқталғым келіп тұр. Биыл туғанына 110 жыл толды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, КСРО шет ел ордендері мен медальдарының иегері. Дінмұхамед Ахметұлы 1912 жылы 12 қаңтарда Верный, қазіргі Алматы қаласында дүниеге келген. 1993 жылы тамыздың 22-сінде 82 жасқа қараған шағында қайтыс болған. Кітап сөресіне мына кітаптар орын алды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 1992 жылы шыққан «Өтті дәурен осылай» атты естелік эссесінде өзінің балалық шағы, отбасы, оқу жылдары мен еңбек жолы туралы әңгімелейді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың «О времени» естелігін орыс тілінен еркін аударған және авторының ықыласымен қазақша нұсқасын кеңейтіп әдеби редакциясын жасаған. Сонымен қатар жергілікті ақын, Қазақстан Республикасының жазушылар мен журналистер одағының мүшесі, Қапшағай қаласының құрметті азаматы Алтынша Жұманқызы Жақиянова Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 100 жылдығына арнап шығарылған «Алып тұлға және айдынды қала» кітабы 2012 жылы жарық көрген. Сонымен қатар жергілікті жеке кәсіпкер Мұратбек Амантайұлы Сергебаевтың Қапшағай қаласында ашылған ретро салонында Қонаевтың өзі мінген «Волгасы» бар. Өзінің саналы ғұмырында ел үшін қажымай, танымай еңбек етудің үлгісі болған қазақтың бір туар перзенті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты халқы мәңгі ұмытпайды. 4-ші бөлім Қапшағайдың әдебиет әлемі деп аталады. Өңірімізде әдебиет әлеміне өзіндік қолтаңбасымен келген 20-дан астам қаламгерлеріміз бар. Биылғы жылғы мерейтой иелеріне тоқтала кетсек, Қапшағай қаласының бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен таныс болыңыздар. Лаврова Альмина Ивановна 85 жаста, Алтынбек Шәкенұлы Сейхімбек 65 жаста, Зарқан Әбілқасымұлы Есілбаев 65 жаста және Сандуғаш Метісқызы Айсагалиева 50 жаста. Ақын жазушыларымыз Ісқи Тойшыбайұлы 70 жаста, Жанатбек Саденов 65 жаста, Жұмахан Нұрлыбайұлы Қожамқұлов 60 жаста, Берік Шәріпұлы Байылов 55 жаста. Осы бөлімде мен ерекше тоқталғым келіп тұрғаны Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі, Қапшағай қаласының құрметті азаматы Жұмахан Нұрлыбайұлы Қожамқұлов. Жұмахан Қожамқұловтың 10-нан астам еңбектері бар. Соның бірі «Беу жетісу жерімай» кітабы Алматы облысы әкімінің қолдауымен 2018 жылы жарық көрген. Бұл кітапта тек жер жаннаты Жетісуда ғана емес, қазақ халқына әйгілі еліміздің өркендеуіне, гүлденуіне зор үлес қосқан абзал жандар туралы баяндалады. 2012 жылғы «Бабалар еліне саяхат» кітабында 20 ғасырдағы қазақ халқына әйгілі тарихи тұлғалар туралы сыр шертеді. Тарихи іле шежірелі Шеңгелді атты еңбегінде өңіріміздегі Шеңгелдің өнегелі өткені, келегелі кешегісі мен берекелі бүгінгісі туралы баяндалады. Осы Қапшағай қаласының қаламгерлерінің әдебиет саласына қосқан үлесі зор деп айтуға болады. Біздің қазіргі таңда оқырмандарымыз осы қаламгерлеріміздің мол мұрасына қызығушылық танытып келеді. Өлке әдебиеті цифрлық форматта Қазақстандық ұлттық электрондық кітапхананың Казнет.kz сайтында 17 қаламгердің 61 әдебиеті, оның ішінде 41-і қазақ тілінде енгізіліп, қазіргі таңда оқырмандар интернет жүйесі арқылы пайдалануда. Алдарыңызда жергілікті қаламгерлеріміздің фотосуреттері мен еңбектері іріктеліп, QR-код жасалып, кітапты электронды түрде оңай жүктеп алып, оқуларына мүмкіндік жасалған. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биыл менің жылымды балалар жылы деп жариялаған екен. Осыған орай 5-ші бөлім мерейгер кітаптар деп аталады. Бұнда қазақ, орыс, шетел әдебиеттерінің мерейгер кітаптары мен шығармалары қойылған. Атап айтар болсақ, Ертарғын батырлар жырының басылып шыққаны 160 жыл. Жырдың негізгі идеясы ерлік пен батырлықты дәріптеу, ел бірлігін сақтау, кіршіксіз махаббат. Бұл кітап 2008 жылы Алматы кітап баспасында басылып шығарылған.
Кітап орыс және ағылшын тілінде. Бұл ақыны Ильяс Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасына 85 жыл. «Құлагер» поэмасының басты кейіпкері қазақ халқының әйгілі өнерпазы Ақан Сері. Кітап 2003 жылы Алматы қаласының Атамұра баспасынан басып шығарылған. Балалар әдебиетінің атасы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесіне 65 жыл. Кітап 2006 жылы Баласа баспасынан жарыққа шыққан. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтың «Қараш-қараш оқиғасы» повесіне 95 жыл. Кітап 2014 жылы Алматы қаласы Жібек жолы баспасынан жарыққа шыққан. Иван Сергеевич Тургеневтің «Мұму» әңгімесіне 170 жыл. Кітап Москва қаласы 1987 жылы Советская Россия баспасынан жарық көрген. Лев Толстойдың «Детство» повесіне 170 жыл. Кітап 2006 жылы Москва қаласында жарық көрген. Антуан де Сент-Экзюперидің «Маленький принц» ертегісіне 80 жыл. Эрнст Хемингуэйдің «Старики море» повесіне 70 жыл. Балалар әдебиеті ұрпақ тәрбиесінің тал бесігі, тағылым, тәлім ордасы. Әдебиет, өнер, тарих, өлкетану балалар әдебиетіне арналған 5 бөлімнен тұратын кітап көрмесімен таныс болыңыздар. Кітап руханият пен білімнің шырағы. Кітапхана парасат ордасы. Ендеше Кітап оқыңыз, кітапханаға келіңіз.